Ассаламу алейкум. Алдарыңызда бейне шоу сынақ. Жалпы айтқанда алған заттардың бәрін не бар екен, не екен, ол ішінде не бар екен деп сынаймыз. Жалпы қызықты видео болады. Соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Мына алдарыңызда 3 түрлі зат. Біріншісі мына гирлянда, екіншісі лампочка, үшіншісі жаңағыдай датчик қой. Бұл гирлянда жаңағыдай әртүрлі немен жанады, міне положениялар әртүрлі. Алдыңғы видеоларда көрсеткен болсам, өздеріңіз білесіздер. Бұның ешқандай бір несі жоқ, артықшылығы жоқ. Бұның мына жерде қорапта тетікшемен ашылады мына. Жай ғана жаңа қыстырма нелері бар, пластмастар бар. Соны көтерсеңіз мынадай 5 түрлі выход бар, яғни 5 түрлі шықпа бар. Екеуі кіреді, екеуі шығады. Жалпы әртүрлі жаңа положение ауыстыратын кнопка батырманың несінің тұсында тұр. Бұны осындай өткендегі мен сіздерге обзор көрсетемін деген арнайы мультиметр. Бұл мультиметр өткенде айтқандай автоматтандырылған. Міне тоқтың шығу ағынын көрсетіп тұр. Мына жерде қанша ампермен шыққанын, одан кейін қанша вольт, яғни қанша қуат қолданып тұрғанын барлығын көрсетіп тұр. Мінекей. Бұның көп мыжитын жалпы зат емес. Сол үшін қысқа ғана және нұсқа тоқтатып кетіп баратырмын. Бұны жалпы үйдің өзіңізде өздеріңіз істемеңіздер. Себебі мен электричестводан, яғни электричество жағынан кішкене хабарым бар. Сол үшін мен абайлап былай айтқанда жұмыс істеп жатырмын. Сіздер бұлай жұмыс істемеңіздер. Мен көрсету сіздің мақсатым жалпы сіздерге қандай зат екен. Бұл кетті. Бұда қатты тоқталатын нәрсе жоқ. Себебі лампалардың күші қуаты да өте бір 0,01 ватт қана, 0,01 ампер ғана. Екіншісі бұл лампа. Бәріміздің үйде қолданатын лампа, бірақ үлкен лампа. Менде арнайы осында құрылғы бар. Лампаны жағып өшіретін, жанында предохранителі бар жаңағы. Мұны қостым, өшірдім, жақтым. Жалпы лампа немен отражательмен, яғни жақсы жанады. Сыртындағы пластмасса құтысымен. Енді бұны астында 4 түрлі, жаңа 4 шуруп бар, соны ағытамыз. Патрон E27 болған, қазір ағытып көрсетіп отырмын, ағытып қойдым уже. Ағытып, ширатып, арасын бөліп қойдым мінекей. Қақпағын да аштым. Осындай 20 светодиодты неде тұрады, бөліктен тұрады, одан кейін транзистор, 2 транзистордан тұрады. И ортада бір матрицасы бар. Бұның қатты бір оғуы жоқ. Бұл да жаңағыдай өзінің бір жаңағы автоматтандырылған. Астында жаңа патроннан 2 сым шығады, мінекей көрсетқандай бейнеде. 2 сым шығады да жаңа матрицаға жалғанады. Жаңа жиектеріндегілер бұлар охлаждающий не қылған радиатор есебінде жұмыс істейді. Бұл да жаңағыдай қатты бір не емес. Бұл жай алдындарға қандай былай айтқанда представление қандай еді деген сұрақ туындаса, жалпы лампаның іші, қазіргі светодиодный лампалардың іші осындай. Матрица, патрон, 2 сым. Одан кейін мінекей жарық жанады. Бұлай жанатын болса қатты жарық болмайды. Бетіндегі пластмасс қақпа табағын кигізетін болсаңыз, жарық шашылып жанады да, содан кейін жарық көптеу түседі. Яғни светоотражательный корпус дейді ғой, сыртында тұрғаннан. Сондай. Бұл қыстырмамен тұрады, киіледі. Бір лампаларда бұлар қыстырма болмайды, кәдімгі клеймен жапсырылады. Және де үшінші дүние бұл жаңа айтқандай датчик. Бұл датчик наклейкасы. Қытайлардың салып жүрген пакеттен шығарып көрсетейін деп жатырмын. Мынау күн сәулесінен зарядталып, мынау фоторелиниясы. Бұл да жаңағыдай 4 шуруптан тұрады, астыңғы 4 бөліктен. Мынау енді өтірік муляжный камера сықылды сетілген не ғой. Күннен қуатталып, одан кейін барып түн ауасында жанатын жарық шамның түрі. Төбесінде фотореле, мен көрдіңіздер, қолымды жақындатсам свет жана бастайды, яғни қараңғыда жұмыс істейтін дүниеде. День ночь деген, яғни күндіз түн деген датчигі бар да. Көрдіңіздер, бұған да қазір тоқталамыз. Бұның да астында жаңағыдай 4 тесігі бар. 4 тесігінен 4 шурупты ағытып, ішінде қандай ішек жабақ, жүрек, бауыр, өкпе бар екенін көреміз дегенде. Мен ашып қойдым қазір арнайы. Сонымен жаңа енді қазір көрсетіп отырмын, 4 шуруптан тұрады. Ішінде осындай литиумный батарея болады. Артық ештеңесі жоқ. Дәл осындай схема, микросхемасы болады. Тоқты қабылдайтын немен, мынандай светодиодты бар 16 дана светодиодтан тұрады. Қателеспесем, мынау жаңағыдай қазір тестермен көрсетіп беремін, мультиметрмен. Қанша вольт қамтитын. Бұл бар тараздың батареясы сықылды 4 вольтты қамтиды. 3980 көрсетіп тұрмыз видеода. Артық ештеңе жоқ. Бұлай айтқанда дөу көмбеген пластмасс болған болмаса, ішінде бір ғана батареядан басқа жалпы айтқанда ештеңе жоқ. Мен өзім жалпы сынағым солай. Қызық болса лайк басайық.